Иә. Түрік барын таңдар едің, иә? Хорошо. Түрік әуендерінің бар емес енді. Сол жер саған ұнады ма? Түрік әуендерінің бар емес енді. Иә, түрік барын таңдар едім. Бірақ қайтеміз енді. Бұл жерде әдемі, жап-жақсы жер. Қалайсың да? Яғни жастар билейді. Кейбіреулер тіпті сахнаға шығып алды, музыка деуге болады әйтеуір. Тыңдауға тура келеді. Сен үшін шыдармын. Қайтеміз енді. Жеңілетін ойым жоқ дейсің ғой, иә? Иә. Бәрекелді. Жарайсың. Мынадан басқа түсі жоқ па? Мен қашан айтып үлгердім? Я достарым, сіз сосын айтып үлгердіңіз. Түсінем ба? Хорошо. Не істеп тұрсың? Мынаның басқа түсі... Мән бермей қой бар, иә? Не істеп тұрсың мән кейін? Мән бермей қой. Мынаның басқа түсі жоқ па? Я достар, кезекті қонағымыздың аты жөні Омар Атайжа. Сен бе? Кезек сен бе? Мұндайға дәтің бара қоймас. Ондайға бардым да. Омар Атайжа осында ма? Болмайды. Болады. Омар Атайжа осында, қазір шығады. Саған ренжідім. Басқа амалым жоқ. Масқара болам ғой, даусым өте нашар. Неге олай істедің? Ештеңе білмеймін. Оны бәстеспей тұрып ойлануым керек. Омар мырза шықпай ма? Омар мырза шықпайсыз. Кешіріңіз, мен өшірмеймін. Омар мырза шықпайсыз ба? Таңда өзіңізде. Шықпауыңызға болады, бірақ бәсте жеңіліп қаласыз. Сондықтан айтыңыз. Жеңілдіңіз бе? Жоқ. Шығам бауырым, шығам. Қандай ән айтасың ағасы? Не айтайын? Әне, ана жерде тізім бар. Сол жерде жазылыпты. Тізім? Қарсы беттегі экраннан сөзін қарап отырасың. Жігітім, мұның бәрі ағылшынша ғой, түрікше ештеңе жоқ па? Аға, бізде стандарт. Шетелдік поп әндерді ғана орындайды. Шетелдік поп әндер болған соң солай болады ғой, демек солай болады екен. Қашан бастайсың енді? Ән айтпайсың ба? Әне, тез бастаңдаршы енді. Әне! Тез бастаңдар. Күтіп отырмыз. Бастасаңдаршы енді. Осылай күтіп тұра береміз бе? Ағасы, ән айтасың ба жоқ па? Қане? Болшы енді, тезден. Болшы деме маған. Болшы дейінші. Нарын қолдансың ба? Болшы дей ма? Болшын, сен айда бір күтетімдірдің мен екен. Болсаңшы енді, тездет. Күте жалығып кетті, қой құрсын. Құрсын, деші. Ағасы, күте жалығып кетті, қой. Қане, баста енді, баста. Қане ағасы, қысылма. Баста. Баста енді, ағасы. Кеш жарық. Бәріне жалынды сәлем. Мен енді бұл жерге ән айтқалы шықтым, достар. Бірақ репертуардың бәрі ағылшынша екен. Ал менің ағылшыншамен арам онша емес. Негізі басқа шет тілдермен де достығым жоқ. Болған күннің өзінде де даусым нашар. Яғни ән айтсам таңғаласыздар. Амал жоқ, сахнаға шықтым. Енді қалай да бірден айтуым керек. Сахнадан түсіп кетер болсам ұят болады. Қолымнан ештеңе келмегендей болам. Яғни уайымым мол емес. Менің дертім ана қыз. Әрі дерт болғанда қандай, достар? Қалай айтсам екен, айта алмайым. Жарайды, сөзімді бұлай түсіндірейін. Яғни, бір-бірімізбен байланысты қалайда құраламыз ғой, иә? Шын көңілден дегендей. Бір амалын табармыз деп ойлаймыз. Егер сіздер де мені қолдасаңыздар, әрине. Бәрекелді, әрине, қолдаймыз. Ал, Омар келді. Жарайды, бірден істейміз енді. Бауырым,
Саған сенем. Сен бастай бер ағасы. Ешқандай мәселе жоқ. Жаз өмір, мәз өмір деп басып кетсеңші. Те өткізіп жүр құрсын. Соңына келе сал, бәрекелді. Оны не аудармай қойсыншы, өзі түрік әндері, өзі күшті әуендері. Бұзбай қояйық. Егер аудармақ бір түгел бар түсінікті ғой, сіздер Бәрекелді. Бәрекелді деп жіберейік. Аха. Бәрекелді. Бәрекелді. Жарайсың. Тамаша. Бәрекелді. Мұнда екенімді қайдан білдің? Ұзыннан сұрадым. Қалайсың? Білмеймін, жақсымын ба, жоқ па, білмеймін. Озан. Апаң қатты қорықты. Жағдайы нашар еді. Оның бәрін ашу үстінде айтқанын білесің. Білем. Ашу үстінде айтты Жеміре, білем. Бірақ дұрыс айтты. Менен ештеңе шықпайды, Жеміре. Олай деме Озан. Қойшы, солай да бола ма екен? Болмайды енді. Мен де соны айтып отырмын. Болмайды. Менен ештеңе шықпайды. Кейде бұлай Дон Кихот сияқтымын. Қарсы алдымда алып диірмендер тұрғандай болады. Мені үф еткізіп шұрса болды. Жалп етіп жерге құлайым. Түсінесің бе, Жеміре? Бірақ менің қолымда қылышым бар. Кезенетін жалғыз қаруым сол. Қылышым да өтпейді. Сермейім кеп. Құлаштап тұрып сермейім, бірақ бәрі бекер екен. Озан, сенің арманың бар. Сен сол үшін өмір сүріп жүрсің. Мына өмірде одан артық, одан маңызды нәрсе болуы мүмкін бе? Болуы мүмкін. Бақытсыздық бар, соры қайнағандық. Олар одан да маңызды болуы мүмкін. Арамызда бақытсыздық үшін өмір сүріп жүрген біреу болса, ол менмін. Сені менің не айырмам? Айырмам. Сені менің не айырмам бар, Жеміре? Қандай айырмам бар? Былыққа белшемнен батқан екем. Сонда да еңсемді тік ұстауға тырысам. Түрме қараш. Өзіңді босқа жазғырасың. Мен айналамдағыларға кесірімді тигізіп жүр екем. Апамдікі жөн. Дұрыс айтады. Мен ұлы ретінде қанша жыл ол үйге бір кірпіш қалай алмадым. Бір пайдам тимепті. Неге? Өйткені менің арман мұраттарым бар. Ал мен болсам босқа сенделіппін. Қандай жұмысқа кірсем де қула бердім. Рас, барлық жұмыстан күресем, алған бетімнен қайтпайым дедім. Мен сендерге басым деймейім дедім. Солай істедім де. Өйткені неге? Менің арман мұраттарым бар. Бірақ менің арманымды күл талқан қылды.
Саған бірдеңе айтайын ба? Одан да бір жәшік лимон алып, базарға апарып сатып, ақшасын әкеліп апама... Ақшасын әкеліп апама... Ал апа, міне, үйге нан алып келдім. Сенікі десем етті. Түсінесің бе? Жа, болды. Маған да шындықты көретін кез келді, білем. Жақсы білем. Жоқ. Бірдеңе болды ма? Қайтадан бере сал менен. Бірдеңе болды ма? Мені қатты таңғалдырды. Неге? Осы кезге дейін үндемей кіргенде, сосын бәрінің көзінше Қайтайын енді. Демек мен де ішімде сақтай алмадым. Бәрін айттым. ішіңе ештеңені сақтама. Үнемі қандайсың өзіңді солай көрсет, жарай ма? Қой, не істеп тұрсың? Жарай, қорқатын ештеңе жоқ қой. Білем, қорқатын ештеңе жоқ. Ел жұрт не деп? Олар ел жұрт емес қой, бәрі. Ел жұрт. Ел жұрт не дейді деп пе? Олар ел жұрт емес қой, бәрі аудан тұрғындары, яғни бірі бауырымыз, бірі жолдасымыз. Біз де ұятқылық істеп тұрған жоқпыз. Анау бар ғой, өте ұзақ қой мен сөйлем. Вообще жартысын алып тастайыншы. Олар ел жұрт емес қой, бәрі аудан тұрғындары, бірі бауырымыз, бірі жолдасымыз дегендей. Біз де ұятқылық істеп тұрған жоқпыз ғой. Ұяттығылыққа бармағанымызды білем. Иә. Не істеп тұрсың? Тісіңді неге жумайсың десің. Қайтсам ба? Так. Ұят емес қой, бірақ құпия. Бұлай көрінген жерде болмайды. Ал мұнда болады. Не болды? Айтатын сонша сөзің бар еді. Үндемей қалдың ғой. Сен не? Айт. Демек, бұл жерде де болмайды деген сөз. Озан. Жеміре. Болды, сөйлеспекші енді. Мүлде үндемей қалдың ғой. Не деймін? Қайдан білейін, айтатын сөз табасын ғой, әйтеуір. Бірдеңе сұрайыншы. Не сұрайсың? Біздің бәсіміз не болды өзі? Кім жеңді? Меніңше тең түстік. Сонша еңбегіміз зая кетті. Жарайды онда. Сен жеңген бол. Саған қол жеткізгеннен кейін мұны өмірде одан артық жеңіс бар ма? Ал мен неге қол жеткіздім? Оны патша көңілің айтсын. Маған берген уәдең бар еді ғой. Қандай уәде? Ұмытып қалдым ба? Терраса. Бәрекелді, терраса. Ертең кешкісін маған дастархан жаяды. Ойпырмай, қандай терраса еді? Қалай ұмытпайсың, иә? Жарайды, сөзім сөз. Шынымен бе? Иә? Жақсы. Озан!
Бұған бірдеңе болған екен. Маған ғашық па сонда Озан? Жағдайың қалай? Жақсы емес. Бірақ осылай тамаша. Не болды бауырым, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Рас, жағдайым өте жақсы. Бәрі жақсы ма деп сұрап қоймадыңдар ғой. Жақсымын, жақсы, өте жақсымын. Бәрі керемет, рас айтам. Жетер енді. Болды, жетер. Жарайды енді, болды, жақсы. Озан, Рия, біз кете берейік. Жарайды, сау болыңдар. Жақсы. Жүр бауырым. Вауырым деш. Вауырым. Валяна. Жүр бауырым. Қайда? Сен қайда десең, сонда барайық. Қайда барам десең, сонда. Жүр. Бүгін, дәл қазір, сен қайда барам десең, сол жерге барамыз. Қарның аш па? Сен олар емеспін. Үйін басып алған несі? Рас солай болды. Бұл Озанның жанына қатты батты әрине. Түрінен ақ белгілі. Иә? Кілт жоқ па? Есікті қағып көрші. Неге? Қағып көрсеңші. Әке? Қызым. Ол дауыс та естілді ғой. Қайдағы дауыс? Жігітім кеше түнде ішіп едің ғой. Бұл сол мастықтың салдарынан ыңырсып жатқан өз даусың. Қане тұр, шай демдедім. Омар, тұра тұрсаң атпай басымды қатырма. Жарайды, жігітім, мен тұра тұрам. Сен айтасың, қане. Не айтам, бауырым? Кеше сандырақтаған әңгімеңді айтасың. Не сандырақтадым? Өзің айттың ғой, үйге баса көктеп кірді деп. Аха, қайтадан. Өзің айттың ғой, үйге баса көктеп кірді деп. Қане, білгім келіп өліп барам. Тұр енді, айт. Құдайым-ай. Қане, жігітім, айтшы бәрін. Қане. Әкешім. Рахмет. Рахмет, қызым. Не деген? Түнде жайлы ұйықтадың ба? Тым жайлы деуге болмайды. Бірақ сені көрдім ғой. Неше күннен бері бірінші рет алаңсыз ұйықтағаным осы. Келетініңді неге алдын ала айтпадың? Тосын сый жасайын дедім. Шынында тосын сый болды. Олай болса, көзіңдегі қуаныштың себебі мен ғой. Одан басқа не болуы мүмкін? Білмеймін. Кеше түнде тым кеш келдің. Сыртта болдым. Кіммен? Шынымды айтайын ба, әлде сенің ойынға сыймайтын өтірік айта салайын ба? Солай. Саған шынымды айтайын ба, әлде сенің уайымға салмайтын өтірік айта салайын ба? Меніңше шыныңды айтқаның жөн. Омармен бірге болдым. Әке? Иә. Ештеңе айтпайсың ба? Сенің ол бұзықта не шаруаң бар, анау мынау деген сияқты бірдеңе. Айтпайсың ба?
Жоқ. Айтпаймын. Неге? Ол туралы қателескен екенмін. Сол үшін. Сонда ойыңды не өзгертті? Иә, әу баста қайдағы бір сандалбай дегем. Яғни бұзақ сияқты бірдеңе. Бірақ одан кейін ойланып қарасам кәдімгі нағыз жігіт екен. Ақыл есі орнында, әрі мықты бала. Тосап жейсің бе? Қарай көр, үйге баса көктеп кіру деген не сұмдық? Таң атпай айқайламаш, басым ауырып тұр деймін саған. Мен бұлай қарап отырмайым. Барам да оның аузы мұрнын бет қылам. Оның бет аузын быт қылам екен ғой. Дейді болады енді. Так, давай кеттік, аха. Оның бет аузын быт қылам. Омар тыптың шықана үйде отырш, құдай үшін. Кел, мына жерге отыр. Жігітім, сен мені мазақ қып тұрсың ба? Келеке қып тұрсың ба? Айнала-айнау, мұны жайына қалдырамыз ба? Мазақ қып тұрғам жоқ, бауырым. Ол адам әуелі ақшаны беріп жатып, алдыма қару қойды. Сонда не жаның, не ақша деді ғой, иә? Бұлай деді бауырым. Бізде солай, егер саған ұнамаса, барда дау жанжалды басып. Дау жанжалды. Дік. Ұнамаса, давай, егерден кейін ба? Аха. Саған ұнамаса барда дау жанжалды басқа жақтан ізде деді. Жоқ, бұл маған ұнамайды. Қазір барамды оның бет аузын быт қылам. Омар, кімге айтып тұрмын? Құдай үшін тоқташ. Омар, тоқта деймін саған. Сеніме. Ал жақсы, мен кеттім. Үрия, жұмыс мәселесін не істедің? Бір газетте заңгерлік теңіз айдарын жүргізем. О, бұл қуанышты жаңалық қой. Ақша тапсам, одан да қуанышты жаңалық болар. Иә. Бәрі менің кесірімнен. Әке, менің олай дегім келген жоқ. Мен әлі жұмыс істеймін, ақша табам. Оның үстіне әр күнімді өзім көре аламын. Әр күнімді? Ой, әрді қайдан алдым? Оның үстіне өз күнімді өзім көре аламын. Күн көре аласың ғой, иә. Яғни, мен болмасам да... Әке, қайдағы жоқты айтпа, не деп кеттің өзің? Жай айтқаным ғой. Үрия, мен біраз уақыт алыста болуым керек. Яғни, жұмыс бабымен. Қайда барасың? Берлинге. Бұрынғы серіктесіммен бір жұмыс бастағалы жатырмыз. Мұны қайдан шығардың? Әке. Қызым, жағдайды түзетуге тырысып жатырмын. Барымды салған түрім ғой. Үрия, саған шынымен жарқын болашақ бере алсам деп едім. Бірақ қолымнан келмеді. Көп қателестім. Опасыз біреулерге сенім артып қателікке ұрындым. Мені кешірші. Әке, сен жамандық істеген жоқсың ғой. Ақшаны ой, ақшаман деп қойдың, ақшаңнан айырылып. Қайтадан